Сазлар сихыр атамасындағы телекөрсетіміздің бүгінгі санында Қарақалпақстан халық жырауы Бақберген Сырымбетовтың һәм оның шәкіртлерінің атқаруындағы қаһармандық дастарлардың, сондай-ақ терме толғаулардың үзінділері текарында Қарақалпақ милли саз аспапларының сағасы саналған қобыз саз аспабының ахметі һәм сиқыры хақында кеңірек сөз етеміз. Халықтың алтын ғазинесін қолға алып, ғарры жырау қия шөлде толғанып, алып шығып әсірлердің шаңынан жаңа әулетқа мирас етті қуантып. Жаңла қобыз сол тапсырған мирасын, халық өмірінің шежіресі айнасы. Бүгін бізге жәрдемдесер жалықпай гүллентуде жаңа тұрмыс дүниясын. Қобызды ең дәстілепкі уақытлары қолға алған уақытларым, менің бір балалық уақытларым. Әкемнің сол шеткен намаларын атқарған, сол үйде отырып өзінің концерт алдынан болама, бір гастрол сапарларына кететін уақытларында, өзінің бір таярланған уақытларында біз сол әкемнің өзінің атқарған дастарларын, терме толғауларын естіттім. Һәм бұл бізге өзім үшін де үлкен бір түрткі болды, қобызға қызығуыма. Һәм сол балалық уақыттан әкемнен сұрап, сол қобыздың дүзілісін, қобыздың бұл шыққан дауысының басқа сазларға қарағанда бір өзгеше сеске дауысқа ие екенлігін, һәм бұның бір үйренген шәкіртті әрдайым сол өзінің дауысы менен өзіне тартатығылығын әкем жүдә бір жақсы ақыл насихат сөздермен түсіндіріп, сол қобызға жас бала уақытымнан қызығып басладым. Һәм бұл қобыздың келіп шығу тарихлары, һәм қобыздың бізге дейінгі келген жыраулардан, ауыз екі халықтың арасында бізге дейінгі жетіп келген әпсаналардан, қобыздың келіп шығу тарихына келетұғын болсақ, менің әкем өзінің ұстазынан естіген бұл нәрсені. Қорқыт ата күндердің күнінде бір тоғайда жүріп, қобыз аспабын жасауды жүдә бір арман етеді. Бірақ бұннан ешбір әр ағаштан қобыз істеп көреді, бірақ бұннан бір өзі күткендей, бір өзіне қалегендей бір сес шығара алмайды Қорқыт атамыз. Сондан кейін бір күні сол соққан қобызы менен тоғайдың арасында келіп, сөйеде бір азмаз дем алып жатқан уақытында шайтанлар сол дөңгелегінде айланып жүріп, Қорқыт атаның соққан қобызын көріп, бұлар енді егер доңыз сүйкелген жиденің ағашынан соғылса, һәм бір кісінеуік аттың құйрығынан тар етіп сіленіп тағылса, һәм сасық қурайдан шайырынан жағылса, һәм бақырауық түйенің жақ терісінен егер оның касасы қапыланса, Қорқыт ата өзіне бір лайық қобыз жасаған болар еді деп, шайтанлардың сөйлескенін Қорқыт атамыз естіп, солардан айтқанына қарап қобыз жасап, жүдә бір шыққыш қобыз жасаған екен. Бізге дейінгі келген әпсаналардан, мәселен, солардан ібарат. Һәм қобызға бұл мехір қойған уақытым, біз енді балалық уақытларымызда хақиқатында да бұл телевизорден көретұғын едік. Жұмабай жырауларды, Шамрат жырауларды көретұғын едік. Һәм өзімнің әкем жақсылық жырауды, Қияс атамның телевизорден мынау записілерін беретұғын едік. Сол уақытта біздер бала уақытымызда ойлайтұғын едік. Бұл жыраушылық өнері тек қарыларға тән, кәсіп шығар деген бізде түсінік болатын еді. Сол уақытта өзімнің әкем сол заманда жастардың қобызға қызықпай атырғанлығы хақында, һәм жастардың қызығатын, жастардың жоқ екендігі хақында жақсылап түсіндірді. Һәм сол әкемнің айтқан ақыл насихат сөздері менен сол біздер де қолымызға қобыз ұстап, сол ең бірінші сол қобыздың жаңағы айтып өткен тарихларын, халқымыздың
milliy meros, folklor байлыкларын барлыгын үйренген halda mineki biz qobuzga qiziqib başladık. Endi men özümün akemden öğrengen qobuz namalarının ең аңсаты, ең ішінде сол шәкіртке үйрететін бірінші намасы, намабасы болып есептеледі. Бұл шәкіртті қобызға қызығуына, һәм оның бармақларының жайласуына, һәм бармақларының жүруіне ең аңсат һәм қолай нама болып есептеледі. Соның үшін қазір мінекей менің кішкентай шәкіртім Хабибинтазар Кәрім. Hazır endi men usul namalarda özümün akem ustazım жақсылық жыраудан үйрендім. Бүгінгі күнде мінеке usul şakirtlerime үйретіп атырман usul namalarda. Сол Кәрім шәкіртімнің атқаруында сол намадан бір естіп көрсек. Мақұл ұстаз. Rahmet Kәрім, haqiqatында да бұл шертілген сазда сиқыр бар екенлігін жүдә бір өзіміз түсінеміз, халқымызда түсінеді. Және бір қобыздың әпсанасын айтып өтетін болсақ, бұл дәстәрларға келетін болсақ, хабарыңыз бар. Едіге дәстәнін жырлаған ағында Хауа райынан өзгеріп, жаңбыр жабады деген әпсаналар да бар. Мінекей жанымдағы Саламат Аяпов бұл да мінекей үлкен таңлауларға қатынасып жатыр. Кеше жақында болып өткен республикамызда Ерлік қалада, Топырақ қалада болып өткен Әсірлер садасы фестивалінің лауреаты болды. Және бір шәкіртім Пиязов Жәнібек қазіргі уақытта халқымыздың көптеген мынау фестивалдарына қатынасып, жеңімпаз болып Өзбекстан аймағындағы үлкен конкурсларға лауреат болды. Һәм өзіміздің белгілі сыйлығымыз Нихал сыйлығына да мияссар болды. Қазіргі уақытта бір жыраушылық өнерін қоңсы елдерге таныту мақсатында қазір қызмет сапарында жүріпті. Соның үшін мінекей Саламат шәкіртімде де қазіргі уақыттары дәстан айту ұсулары жүдә өзлестірген. Саламаттың атқаруында да бір дәстәрлардан үзінді естілеміз. Мақұл ұстаз, сіз ұстазымыздан үйренген сол Ершора дастанынан кішігірім өзінді айтып бен. Мақұл. Ане ендігі кәпті естен, Әлібейдің жасауларынан естің. Жасаулар бірнеше күн жол жүріп,
azgana emes mol жүрüp, tamağının şetine kelip, özlerin biden kelgenligin bildirip, Närik boýdyň ýesiginiň aldynda zängigi şerenip alyp duryp, abay siyasatdan maydanga şyk habarlas kıldy, kanen ne dep atkan sekildi. Rahmet, salamat. Mene şu jerde endi jırawlarga sal tınıspa berip alayıqda, jırawlar haqındağı maglumatlarga az gana kulak turayık. Jıraw kim? Jırawdyň atgaruşlyk, dürütüşlik niýetleri nelerden ibarat? Jırawlar menen bakslar arasında hem ular atgargan dastallar arasında kanday özgeçelikleri bar? Jıraw, ol albetde kakarmanlyk dastallardy atgaruşlar. Jırawlardyň repertuary kakarmanlyk dastallardan ibarat bolup, Kırıkkız, Qoblan, Alpamys siyaklı batırlyk jırlardy және de terme tolgowlardy qobuz menen jırlawçylar. Al bakslardyň repertuary bolsa, Garip Aşyk, Yusuf Ahmet, Sayatkan Hamra siyaklı hem baska da lirikalik dastallar bolup, olar bul kosuklardy dutar argaly jırlagan. Al jıraw degen sözdüň özüne kelsek, jır degen sözdüň tübürinden kelip çygyp, tarihi jırlardy atgaruşylar degen mänini aňlatady. Sondayak, jırawlardyň baksy, kıssakan şairlardan özgeçeligi. Jırawlardyň özleriniň özgeçe namalary bolup, onu jırlaganda ular bir türlü tamagyn kırıp, juan dawus bilen jırlaydy. Sen tarttın askarım düşman şıktav ne bir süygün dostlarım Kaytararlık şu kuvatım jetmeytir kurlay sevil kalgan Koşkarım dostlar Bul atqarу manierası özbek baksy jırawlarynda da uçrasady. Lekin olar Qaraqalpaq jırawlarynday qobuz bilen emes, al dutar bilen jırlaydy. Бұл haqiqatında da
жырау болғаннан кейін, қобызға қобыз ұсталғаннан кейін, дастан атқарғаннан кейін, әлбетте халқымыздың милли мирасын, қобыздар хақында, қобызнамалары хақында аңызларды, һәм Қарақалпақ фольклорларын жүдә тереңнен білу керек деп ойлаймын. Соның үшінде мінекей халқымыз, біздің халқымыз, Қарақалпақ халқы жүдә бір жырауларға бай халық болған. Соның үшінде мінекей қазіргі бүгінгі күнге дейін жетіп келген біздер ұстазларымыздан, біздердің ұстазларынан естіп, бізге дейін ауызекі жетіп келген жыраулар, мысал етіп айтатын болсақ, Жиен жырау, Нұрабылла жырау, Ерболат жырау, Төре жырау, Құрбанбай жыраулар, бұлар 19 әсірдің ақырларында туылған. Біздің бұл жырауларды халқымыз, демек, 20 әсірдің басыларында жырау сыпатында таныған. Енді 20 әсірдің басыларында туылған Қияш жырау, Есемұрат жырау, Жұмабай жырау, Шамырат жырау, Жақсылық жырау. Ал бұлар болса 20 әсірдің басында туылып, 20 әсірдің ақырларында бұл жырауларды халқымыз жыраулар деп таныған. Мен бұған қосымша қылып айтып өте жақпан, қазіргі уақытта, қазіргі 21 әсірде жыраушылық етіп жүрген жастарымыздың көбісі 20 әсірдің ақырында туылған. Бірақ халқымыз бұларды, мәселен, 21 әсір жыраулары деп тарихта кіргізіп жатыр, һәм де танып жатыр халқымыз. Мен ойлаймын, бұл шәкіртлерімде еледе көбірек сол жыраушылық өнерлерін, жыраушылық сырларын, дастан атқару ұсуларын еледе көбірек өзлестіріп, меңгеріп, мен сеніп қаламан, бұлардай келешек әулет үшін, келешекте халқымыздың мирасы үшін үлкен жыраулар таярлап, атақлы жыраулар болып қалады деп жүре бір сенемін. Мен де өзімнің ұстазымнан, Өзбекстаннан, Қарақалпақстан халық жырау Жақсылық Сырымбетовтен үйренген көплеген намаларым, дасталларым, термелерім бар. Дасталларға келетін болсақ, Қырық дастаны, Алпамыс дастаны, Маспатша дастаны, Ершора дастаны, Едіге дасталларын үйрендім. Қазіргі уақытта шәкіртлеріме де осы дасталлардан көплеген дасталлардан үйретіп жатырмын. Қазір мен бір өзімнің әкемнен үйренген Айғашап намасына бір нәсият атқарып берейін. Һәм Айғашап намасының келіп шығу хақында да бір әпсаналар бар. Бұл хақында аз-маз еслеп өтетін болсақ, Қобылан дастанында Қыдырбай шалдың кемпірі жолбарыстың жүрегіне жерік болады. Әне сонdan Қыдырбай шал кемпіріне сол жолбарыстың жүрегін табу үшін Тоғайға барады. Һәм де бұл Тоғайда жолбарысқа жолығып, жолбарыстың мақтауын беріп, жолбарысты мақтайды. Жолбарыс, сен жүдә бір айға ұшаласаң, сен биікке секіре аласаң, сенен құдіретлі хайуан жоқ дегенге жолбарыс сеніп биікке секіреді. Һәм жерге қайтып түсіп, жолбарыс сүйеде Қыдырбай шалдың көз алдында өледі. Һәм сүйеде Қыдырбай шал сол жолбарыстың жүрегін алып, кемпіріне алып келеді. Һәм де сол дастанның ішінде кейіннен сол Қыдырбай шалдың кемпірі Қобылан батырды дүнияға келтіреді. Сондай әпсаналар бар. Соның үшін қазір мен сол Айғашап намасына бір нәсият атқарып берсем. Bir nəsiyyət aytayın, Kulağın salın bul qəbqəyə, Jaldan bulman jalaqlavay, Orınsızdan eydemet bağı. Soğanaqlığı, martmanşaqlığı, Şuğulluqdың karet bağı,
Hemdam bulmağa bas kuzmağa hasılı buzu eyne merdgeye. Yıkacaksın ey bas kuzsayı kalvut beydin av aradan. Yıkacağım av bas kuzsana kol gitmeydin ey şagadan. Ton giymegin ey ton giyseyi kavminin ey tozdurar. Yaman bulsan avvalganan yerce gittin ey azdırar. Yaksı menin ey söylesin kumarından ey kandırar. Yaman menin av söylesen ey kıvılından ey kaldırar. Üstüm bulgan av şigitler vücudundan av kan bular. Abraylığın av bas kuzabay kal üstünün ay kal bular. Мінекей әзіргі уақытта мінекей осындай бір жыраулардың, бақсылардың атқаруындағы үлкен термелер, толғаулар, жыраулардың атқаратығын батырлық хақындағы дастарларды біздің Өзбекстан Республикасында емес, қоңсылас елдерде де, шет елдерде де, Европаларда да үлкен қызығушылықпенен осы нәрселерге үлкен ітібар беріп, біздің халқымыздың милли мирасын қолдап қуатлап, қазіргі уақытта мінекей жырауларымызға, бақсыларымызға жүдә бір үлкен жәрдемдер болып жатырды. Әмде мінекей Франция посольствосы менен бірлікте, ЮНЕСКО менен бірлікте біздің Қарақалпақта Қарақалпақ халқының эпик мираслары атлы біздің үлкен бір дискіміз шықты. Бұл жерде Қарақалпақ жыраулары 21-ші асырдегі бақсыларының үлкен бір DVD әмде хауазы жазылғаны дисклері шығып, қазіргі уақытта Европа мемлекеттерінде бір үлкен қызығушылықпен тарқалып жатыр. Әмде бұл нәрсені өткен жылы біздер бұлында бір ЮНЕСКО менен ЮНЕСКОның сол жерде бірінші қаткері Фредерик Льотер деген достымызбенен бірге сол жерде істесіп, қазіргі уақытта біздің халқымыздың жырауларының дастан айтылған ұсулары жүдә бір кеңінен жайылып, ол жақта да үлкен қызығушылықтар болып жатырды. Мен ойлаймын, келешекте де халқымыздың осы жыраушылық өнері еле де давам етеді. Осы жыраушылық өнерін менің шәкіртлерімде өзлерде бір шәкірт даярлап, сол ұстазынан үйренген, сол мен де өзімнің ұстазынан үйренген сабақларымды ұсыларға үйретсем, ұсыларда келешек жырауларға, келешек болашақ давамшы жырауларға бір үйретіп барса, мен ойлаймын, Қарақалпақ халқының жыраушылық өнері ұмытылмайды, еле де давам етеді деп сеніп қаламын. Хақиқатында да жырауларымыздың бейбақы байлығы саналған бұл қобыз саз аспабына қараған уақытымызда оның түзілісі талай әсірлердің куәсі болған, өтміштен сөзлеп тұрған бір қария атаға мексейді. Ол біздің көз алдымызда өтміш жаңғырғы болған бұл қобыз саз аспабын қадірлеңдер, оны қолына алған жырауларды ұмытпаңлар. Һәм олар атқарған қаһарманлық дасталардың, терме толғаулардың мәнісін, ахметін һәм сиқырын еле де тереңірек ұғып алыңлар деп келешекке
саза айлеп тұрғандай. Hakikatında da бұл қобыз саз аспабы елі несіп етсе талай әсірлер давамында өз жаңғырғын еш уақыт жоғалтпайды деп сенеміз. Біз бүгінгі телекөрсетімізді Қарақалпақстан мемлекеттік өлкетану музейінің өлкеміз тарихының ғазинеханасы атамасындағы көргізбе залынан таярландық. Сондықтан да біз бұл өлкетану музейі жәмәтіне өзіміздің үлкен ниетташылығымызды білдіріп қаламыз. Һәм уақытта сау саламат болыңдар.